Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Айман Құрбанбаева. Бүгінгі видеода ажырасу қалай жүретіні туралы айтамыз. Оның екі түрі бар. Бірі сот арқылы, бірі АХ бөліміне жүгіну арқылы. АХ арқылы кім ажыраса алады? Ерлі-зайыптылар бір-бірімен келіскен жағдайда ажырасуға. Мүліктік дау болмаса, кәмелет жасына толмаған ортақ балалары болмаса. Сот арқылы ерлі-зайыптылардың бірі хабар-ошарсыз деп танылса, әрекетке қабілетсіз деп танылса, бас бостандығынан кемінде 3 жылға айырылған жағдайда. Осы жағдайлармен АХ-ға тұрғылықты мекенжай бойынша өтініш етуге болады. АХ бөліміне ажырасуға ерлі-зайыптылар өзара келіскен жағдайда келесі құжаттарды ұсыну қажет. Жеке куәлігі, өтініші, неке қию туралы куәліктің түпнұсқасы, мемлекеттік баж салығының төлеген туралы түбіртекті биылғы көрсеткіш бойынша құрайтын төлемақысы 5556 теңге. Ал ерлі-зайыптылардың бірін сот хабар-ошарсыз кетті деп, я болмаса әрекетке қабілетсіз деп танылса, және бас бостандығынан кемінде 3 жылға айырған жағдайларда мынандай құжаттар ұсынуы қажет. Жеке куәлігі, арнайы өтініші, сот шешімі, сот үкімінің көшірмесі, неке қию туралы куәлігінің түпнұсқасы, баж салығының түбіртегі 278 теңге құрайтын биылғы көрсеткіш бойынша төленген түбіртегі. Және егерде сенімді өкілі болса, оған оның әрекетін растайтын нотариалдық сенім хаты. Сот арқылы кім ажыраса алады? Ерлі-зайыптылардың бірін сот хабар-ошарсыз кетті деп, не болмаса әрекетке қабілетсіз деп таныса, және бас бостандығынан кемінде 3 жылға айырған жағдайларды қоспағанда, егер ерлі-зайыптылардың кәмелетке толмаған ортақ балалары болса, ерлі-зайыптылардың біреуі неке бұзуға келіспеген жағдайда, біреуі ажырасудан қашса, бір-бірінің мүліктік немесе өзге де талаптары бар болған жағдайда сотқа жүгіне алады. Сот арқылы ажырасуға жүгінген ерлі-зайыптының бірін талапкер, екіншісін жауапкер деп атайды. Неке бұзу талап арызын жауапкердің тұрғылықты мекен-жайы бойынша орналасқан аудандық сотына береді. Сотқа беру үшін қандай құжаттар қажет? Талап берушінің жеке куәлігі көшірмесі, неке бұзу туралы талап арызы, мемлекеттік баж салығы төленген туралы түбіртек, ол 834 теңге құрайтын. Неке қию туралы куәлігінің түпнұсқасы, кәмелет жасына толмаған балаларының, ортақ балаларының туу туралы куәлігінің көшірмесі, өкілі болса нотариалдық сенім хаты көшірмесі тіркеледі. Соттың шешімінен кейін АХ бөліміне белгіленген мерзімнен соң сот шешімін тапсырып, ажырасу туралы куәлігін аласыз. Егерде сіз өзіңіздің тегіңізді ауыстырғыңыз келсе, АХ бөліміне өтініш беріп, ажырасу куәлігін аласыз. Сіздермен бөліскім келген ақпараттар осылардан тұрады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.